Президент Әзербайжанның әуе компаниясына тиесілі ұшақ жолаушыларын құтқаруға қатысқан бір топ азаматты мемлекеттік наградалармен марапаттады. Мемлекет басшысының жарлығымен Маңғыстау облысы полиция департаментінің криминалисті Айбек Әлімбаев Бауыржан Момышұлы атындағы 2-ші дәрежелі айбын Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаменті Басқұдық ауылы нөмірі 12-ші өрт сөндіру бөлімінің командирі Серікболат Оңғар Рахымжан Қошқарбаев атындағы 3-ші дәрежелі айбын орденімен, Маңғыстау облыстық көп салалы ауруханасының орталық меңгерушісі Бақытжан Қойбеков пен Ақтау халықаралық әуежайы медициналық бекетінің меңгерушісі Ирина Качергина құрмет ордендерімен марапатталды. Ерлігі үшін медалімен Маңғыстау облыстық жедел және шұғыл медициналық жәрдем станциясының фельдшері Тимур Қисаев, төтенше жағдайлар министрлігі апаттар медицинасы орталығының Маңғыстау облысы бойынша филиалының дәрігері Оспан Оразбеков, Қазаэронавигация республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтау филиалындағы Вишка диспетчерлік бекетінің диспетчері Ярослав Толстиков, Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы акционерлік қоғамы Ақтау электр желілер ауданының шебері Нұрлан Шопанов, Нұралы Шопанов марапатталды. Ал Ақтау халықаралық әуежайының қызмет бастығының орынбасары Бекболат Жұмағұлов, Әділет министрлігі сот сараптамалар орталығы Маңғыстау облысы бойынша филиалының маманы Эльдар Оразалиев ерен еңбегі үшін медальдарының иегері атанды. Сонымен қатар 51 адамға президенттің алғысы жарияланды.